Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымызға салауат пен сәлемдер болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді жалпы мынау жат ағым деген кезде бұның өзіндік бір себептер бар. Яғни мысалы кейбір жат ағымдар арнайы бір саяси құрал болуы мүмкін, болмаса белгілі бір тараптан енгізілу нәтижесінде болуы мүмкін. Бірақ та мынау жастарымызды біз осы пікірден, қате ойдан арылу үшін алдымен біз оқуға шақырамыз. Өзі Құранның алғашқы аятында «Иқра бисми раббикаллази халақ, садақаллахул азим», оқы жаратқан Раббыңның атымен дейді. Осы оқуға байланысты, ілімге байланысты, ғылымға байланысты Құранда көптеген аяттар келген, пайғамбарымыздың хадистері келген. Міне, сондықтан да біз осы жат ағымнан бірден бір құтылудың жолы, одан сақтанудың жолы бұл ілім, ғылым, оқу. Құдайға шүкір, қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты медреселеріміз бар, университетіміз бар, жергілікті жерде мешіттер бар. Сол мешіттердің жанында арнайы дәріс беретін жаңағы курстарымыз бар. Міне осы курстар арқылы онлайн дәрістер бар. Онлайн сабақтар алу арқылы біз осы жат ағымнан сақтана аламыз. Сондықтан бірден бір ескеретін жағдай, қазіргі күнде біз ілімімізді шыңдаған уақытта, жастардың санасы осы діни ілімді негізгі орталықтан алған уақытта осы жат ағымның жетегінен сақтана алады. Себебі қазір ақпарат желілерінде сырттан әңгіме айтып отырған, сырттан фәтуа шығарып отырған, сырттан жастарымызды улап отырған сайттар болсын, жаңағы белгілі бір тұлғалар жоқ емес, бар. Алайда енді буыны әлі қатпаған жастарымыздың, болмаса жаңағыдай үлкен жастағы аға буын ағаларымыздың да сол адамдарды тыңдау арқылы жат ағымға түсіп кетіп жатыр. Сондықтан да бұл жат ағымның алдын алудың бірден бір кепілі, бірден бір жолы, бұл өзіміздегі елімізге танымал, елімізде рұқсат етілген ұстаздардан сабақ алу арқылы, дәріс алу арқылы, онлайн жиындарға қатысу арқылы, жергілікті мешіттерімізде белгіленген дәрістерге қатысу арқылы не істеуге болады? Сақтануға болады. Сондықтан да құрметті қалайық, құрметті жамағат, егер дінді жақсы білгілеріңіз келсе, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кетпейді десек, онда біз мынау жергілікті өзіміздің мешіттерімізден белгіленген сайттардан, танымал ұстаздарымыздан сабақ алатын болсақ, Құдайға шүкір біз адаспайтын боламыз.